Сүмме мен нутфа, жаңағы тамшыдан жараттық дейді. Осы тамшы жаралады. Ана мәни су өтетін жағына өткен кезде, анау мәни судың ішінде бәленбай әскер болады. Соның қалағаны ғана өтеді аналық жасушаға, жаңағы жатырға қарай. Алла қаласа ғана өтеді. Содан екі су араласады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқанда, ер адамның суы ақ, әйел адамның суы сары дейді. Кейде адам ойлайды, тек қана бір су жеткілікті шығар деп. Бір су жеткілікті емес. Екеуі араласып ұрық болады. Инсан сүресінде Алла тағала айтады осы нәрсені. Min nutfatin amshajin, араласқан екі суды, ұрық, нутфа. Инна нутфата тақағу фир рахими арбауна лейла дейді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Бұл тамшы жатырға өткеннен кейін 40 түн сол жерде болады дейді. Нуқирруху фил архам. Алла тағала өзі айтып отыр, біз оны жаңағы анасының жатырында бекітіп қоямыз дейді. Ол жерден қауым жоқ дейді оған ешқандай. Түсіндіңіз ба? Жаратылыс 40 күн өткеннен кейін бағасаллаху илайха малакан. Періштені жібереді. Ол қандай періште дегенде, инна Аллах азза ва джалла ваккала бир рахими малакан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, Аллах тағала жатырға жауапты, жатырдағы жаратылысқа жауапты бір періштені бекітіп қойған дейді. Сол періште келеді дейді сол жерге. Сөйтіп нутфа жаңағы тамшы. Мен нутфа. Нутфа деген жаңағы 40 күн өткеннен кейін осы ұрық. Алақа дейді Алла тағала. Ұйыған қан қыламыз дейді. Ұйыған қан, сүлік сияқты. Түсіндіңіз ба? Ұйыған қан пайда болады. Оған 40 күн өтеді. Осы ұйыған қанға 40 тәулік өткеннен кейін жаңағы мудға дейді Алла тағала Құранда. Сүмма мудғатан. Мудға деген бір кесеге бүйтіп тістеген кезде тісіңіздің орындары қалып қояды ғой. Мына тістің орындарының қалып қойған жері ана омыртқа жағы. Түсіндіңіз ба? Сол бір кесек ет болады дейді ол. Қараңыздаршы, бұл нәрседе жоқтан жаратып отыр Алла тағала. Соқтан осыны түсіндіріп отыр. Қиямет күнге қайта тірілуге күмәнда болсаңдар, онда мен сендерге ашып берейін дейді біраз нәрсені. Қалай дүниеге келгендеріңді. Мудға. Жаңағы мудғаның уақыты келген кезде, жаңағы періште Алла тағаладан бұйрық алып сол жерде фасауараха, бейнесін жасайды дейді сол жерде. Алла тағала айтып тұрады, ол бейнесін жасайды. Ва халақа самғаха, сол жерде есту мүшесін жаратады дейді. Қараңыз, машина заводтар жай нәрсе болып қалады оның қасында. Анау завод. Оны ана да білмейді, оны әке де білмейді. Екеуі бір жерде ойнап күліп жүр болды. Анау жаратылыс жасалып жатыр, Алланың құдіреті. Ана періште фахалақа самғаха, еститін мүшесін жасады. Ва басараха, көретін мүшесін жасады. Ва джилляха, терісін. Қараңыз қандай нәрсені айтып отыр Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Ва лахмаха, етін. Ва изомаха, сүйектерін. Міне осы жерге дейін жаратып келіп, бірақ біз әлі өліміз екен бұл жерде. Біз өліміз. Бұл тек қана жаратылыс болды. Енді Аллах тағала ары қарай осы кесек еттің бейнесіндегі болып отқан нәрсе ғой. Түсіндіңіз ба, жаңағы кішкентай кесек еттің бойында осы нәрсе болып отыр. Шашың қандай болады, көзің қандай болады, бойың, мұрның, түсің түгел ананың ішіне салынған. Өзгермейді болды. Ешкім өзгерте алмайды оны. Осы жерге дейін жаратады. Осы жердегіні Алла тағала өз Бақара сүресінде айтқандай, кайфа такфуруна билла. Қалайша Алла тағаланы мойындамайсыңдар? Кайфа такфуруна биллахи ва кунтум амуатан. Өлі едіңдер ғой дейді. Жаңағы жан үрленген жоқ әлі. Осы уақытқа дейін кесек ет жаңағы, бірақ формасы жасалды. Түсіндіңіз, бейне жасалды. Өлі едіңдер ғой дейді. Сумма юхйюкум дегендей мәселе. Сосын тірілтті сендерді. Жаңағы періште Алла тағала бұйырып жан үрлетеді. Содан жан үрленген кезде жаңа Құранда айтқандай сумма анша'наху халқан ахар. Қараңыздар. Сосын біз оны жаңа бір жаратылыс қып жасап шығардық дейді. Жан кірді ғой. Жаңағы ет қозғалып жатыр. Көз,
қандай құдірет болып жатыр, қараңыздар. Біз осы нәрселердің бәрін ойланбай жүреміз да, ұл бола ма, қыз бола ма деп жүреді біреулер мысалы. Оны Алла Тағаланың әлемдердің Раббысы жасап жатыр оны. Бұл келеді де, ұл ма, қыз ба дегендей мәселелерде жүреді. Міне адам жеткен білімі де. Ана құдірет, Алланың құдіретімен жасалып жатқан нәрсеге неге таң қалмаймыз біз? Міне сосын жан үрленеді, қимылдайды. Бала қимылдап жатыр. Анасы ішімді теуіп жатыр дейді. Басқа білетін білім жоқ. Жеткен жеріміз осы. Сосын гинекологқа жағында неге дәрігерге барып тұрады, жазылып тұрады, болды. Мына жақта Алла Тағала бір керемет нәрсені жаратып жатқанында ой жоқ. Енді қараңыздар ары қарай. Сөйтіп жаңа періште айтады екен. Я Робби, закаруна унса. Еркек па, әйел ма деп. Фаяхдиллаху ма яша. Алла Тағала сол жерде шешімін айтады да, еркек болса еркек қылады, әйел болса әйел қылады. Қандай керемет нәрсе де мысалы. Бірінші тағдыр кетті, көрдіңіз бе? Одан кейін айтады. Фама ризқуху. Ризығы қанша Раббым? Ризығы осынша деп айтылады. Періште Алла Тағала тарапынан ризығы жазылады. Қанша жеп, қанша киіп, қанша ішіп кетесің бұл дүниеден. Бітті. Сан өзгермейді. Фама ажалуху. Шынсын қараңыздар жаңағы. Мерзімі қанша? 60 жыл, 70 жыл, 40 жыл, 30 жыл, 100 жыл, 120 жыл. Мысалы. Біреуге Алла Тағала 120 жыл жазады, сосын біз барып интервью алып жүреміз одан. Сіз осы 120 жылға жеткізген не сізді? Алла Тағала беріп қойғаннан кейін болып отқан жас ол. Болды. Алла қаласа одан да артық ғұмыр бере беретін еді, бірақ неге бермейді? Өйткені Ясин сүресінде айтады. Кімге ғұмыр бере берсек, біз оны кемітіп бара жатырмыз ғой дейді. Яғни қаусаған күйге апарып қой дейді. Ертең ол жан ары қарай жаңағы өмір созыла берсе, ол қаусайды. Сосын жерде жорғалап жүрген ата мен әже кімге керек болып қалады? Өйткені заңдылық өзгермейді. Біз жаратылысын кеміте береміз дейді, ғұмыр берген сайын. Афала тағқилун дейді сосын Алла Тағала бізге. Осыған ойланбайсыңдар ма, ақылдарын салмайсыңдар ма дейді. Сөйтіп жаңағы еркек пе, әйел ме? Ажалы, мерзімі, ризығы, сосын төртінші нәрсе, ең қиын нәрсе осы екен. Сағидун әмшақиюн. Бақытты ма, бақытсыз ба дейді екен. Бұл ақыреттің нәтижесі жазылып жатыр бұл жерде. Дүниенікі емес. Бақытты ма, бақытсыз ба Раббым. Қараңыздар қандай қорқынышты нәрсе де. Біз білмейміз бізге не жазылғанын да. Біз қуанатын нәрсе жоқ әлі. Сондықтан күлкімен жылауды айтып жатқан себебі сол. Ана күлкілерің босқа кетіп қалмасын. Мүмкін жылау керек шығарсыңдар. Аллаға ең жақын адам пайғамбарымыз салсам жылап жүрген болса. Қараңыздар. Сол жерде жазылып кеткен екен. Бақытты немесе бақытсыз деп. Сумма яхруджул малаку бис-сахифати фи ядихи. Қараңыздар. Сосын ол періште бұл істі жаратылысты аяқталып бір кітаппен шығады дейді. Жатырдағы жұмыс аяқталды. Қолында тұрады ол дейді. Фала язиду алама умиру ва ла янқус. Жаңағы жазылған нәрсеге еш нәрсе қосылмайды да, еш нәрсе кемітілмейді де. Тағдыр белгіленген, бітті. Енді сіз жоғалтатын нәрсе жоқ. Түгел ризығын жазып тастаған. Мерзімін жазылып қойған. Біз жоғалтатын нәрсе тек ақырет екен да. Біз соны жоғалтып алуымыз мүмкін екен да. Бұл дүниеде біздің бүкіл жағдайымыз реттеп қойған. Тек еңбек етсең, өзің көре бересің. Сізге не келе беретіндігі да. Көріп қойған. Дүниедегі бір нәрсеге, жақсы нәрсеге жеткізу үшін де еңбек керек, ақыретке де қол жеткізу үшін еңбек керек. Осы екі еңбекті жаратып қойған Алла Тағала бізге. Осы екі нәрсе. Анау дұғадағы нәрсе сол. Раббана атина фид дуния хасана. Раббымыз осы дүниеде бізге жақсылық бер дегенде де ол еңбегіңмен келетін жақсылық. Ол көктен бере сал деген нәрсе деп түсінеміз кейде біз. Ва фил ахирати хасана. Ақыретте де жақсылық бер бізге. Сосын осы дұғаның соңында немен байланыстырасыз? Ақыретпен. Уақина азабаннар. Қараңыздар дұғаны қалай реттеп берген Алла. Және бізді от азабынан сақташы.